Ассалаумағалейкум бауырлар. Мына немістің качествосын қарасаңыздар, ағайындар, Mercedes 221 ғой, Mercedes 221-дің оң жақ есігі. Қараңыздар, мені таңғалдырған есіктің ішін қарасаңыздар, полный темірлері заводской ғой. Мынаны бір мәрте ұрып салады, одан кейін болды ғой. Кейін ремонттаған кезде мынаның барлығын алады. Кейін бұндай шұрып салама, салмайма бір құдай біледі ғой. Мысалға қазір мына жердегі машина Toyota'ны қарасам, Toyota'ның мынандай жері стеклоподъемниктер көрініп тұрады. И мына жеріне бір пакет ұра салған, мысалға пакет ұра салғанда герметикпен. Ал мынаның качествосын қарасаңыздар, темірден кейін ішіне тағы да алюминий темір ғой. Колонкілерін қараңыздар, қалай орнатқанын, тағы да бір кішкентай колонка дейді. Енді машалла мощный кәдімгідей. Мен есіктерінің обшивкасын былай шешіп көрмеппін, но бірақ барлығынкі бірдей ма десем, но бірақ ондай емес екен. Қарасаңыздар, не деген четкий жасалынған, әрбір шурубына мән берген ғой, қарасаңыздар. Әрбір шурубына мән берген, өте тамаша. Қызметін қарасаңыздар, ручканы ашады. Мына жақтан нелері, полностью есігінің қалыңдығын қараңыздар, не деген өте тамаша. Осына қызметтер керек болатын болса, детейлинг қызметі керек болатын болса, если жоқ, хабарласыңыздар астындағы номерге. Өте тамаша, четкий.